Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы білім басқармасының Қарасай ауданы бойынша білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің Абай атындағы орта мектеп гимназиясы мектепке дейінгі шағын орталық пен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің биология пәні мұғалімі Нұралы Балнұр Керімбекқызы. 9 сынып сабақтың тақырыбы адам ұрығының дамуына темекі шегудің, есірткілік заттардың және алкогольдің әсері. Оқу мақсаты: адам ұрығының дамуына шылым шегу, алкоголь мен есірткілік заттардың әсерінің салдарын түсіндіру. Бағалау критерийлері: білім алушылар адам ұрығының дамуына темекінің, ішімдіктің және есірткі заттарының әсерін біледі. Ұрықтың дамуына көптеген сыртқы және ішкі факторлар әсер етеді. Ұрыққа теріс әсер ететін факторлар эмбриотоксикалық деп аталады. Оған радиация, иондаушы сәуле, жоғары электромагниттік өріс сияқты физикалық агенттер жатады. Химиялық эмбриотоксиндер: никотин, алкоголь, есірткілік заттар мен көптеген медикаменттер кез келген улаушы заттар болуы мүмкін. Биологиялық эмбриотоксиндерге вирустар мен бактериялардың тіршілік әрекетінің өнімдері, күйзеліс кезінде өндірілетін әйелдің өзінің гормондары жатады. Эмбриотоксиндердің жүкті әйел ағзасына әсері нәрестеде туа бітті патологияның дамуына себеп болуы мүмкін. Сондықтан ұлттың денсаулығын сақтаудың маңызды факторына әйелдің гигиена ережелерін сақтауы және медициналық бақылауды жүзеге асыру болып табылады. Қазіргі кезде ғалымдар эмбрионның қай кезде және қандай мүшесі жағымсыз әсерге едәуір осал болатынын дәл анықтаған. Сыртқы факторлардың зақымдаушы әсері ең ауыр салдарға апарып соғатын қауіпті екі кезең бар. Оның бірінші кезеңі жүктіліктің бірінші аптасының соңы мен екінші аптасының басы болса, бұл уақытта жүкті әйел жүкті екенін өзі де білмеуі мүмкін. Ал екінші кезең жүктіліктің 3-ші аптасынан 8-ші аптасының аралығы. Бірақ бұл қауіпті кезең өткен соң ішімдік ішіп темекі шегуге болады дегенді білдірмейді. Денсаулығы мықты ұрпақ туу үшін ата-ана жүктілікті міндетті түрде жоспарлауы тиіс. Ер адамға темекі шегу және алкогольді ішімдіктер ішуді кем дегенде жүктілікті жоспарлағаннан 2 ай бұрын тоқтату ұсынылады. Болашақ ана да 6 ай бұрын жүктілік және баланы емізу кезінде темекі шекпеуі, алкогольді ішімдік ішпеуі тиіс. Алкоголь және есірткілік заттарды пайдалану, темекі шегу көп жағдайда эмбриогенездің ерте сатысында түсік тастауға апарып соғуы мүмкін. Тіпті аз әсер еткеннің өзінде баланың иммунитеті нашар, аллергияға бейім, ақыл-ой және дамуы баяу бойы аласа, дене массасы аз болады. Бұл мәселе бойынша барлық ел мен құрлықты қамтитын бірыңғай медициналық статистика жоқ. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дәрігерлері, егер анасы жүктілік кезінде алкогольді ішімдік ішсе, онда дамуында ақау бар баланың туу ықтималдылығы 50%-ға артады деген пікір айтады. 80% жағдайда дене массасы өте аз, гипоксия, дамуы баяулаған бала туады екен. Статистика бойынша темекі шегетін темекі саны тәуелсіз жүктіліктің сәтсіз аяқталуын 2 еседей арттырады. Сонымен темекі шегу ұрықтың жүйке түтікшесінің қалыптасу және даму үдерісіне жағымсыз әсер етіп, туа бітті ақыл-ой дамуында ауытқысы бар, қасқыр ауыз, қоян ерін, шатында жарасы бар, көзі қитар баланың тууына себепші болады екен. Ағылшын дәрігерлері жүкті кезінде темекі шеккен анадан туған балада ұрық миының оттекпен жеткіліксіз қамтамасыз етілуінен аутизмнің даму тәуекелі 40%-ға артады деген қорытындыға келген. Сонымен қатар никотин психомоторлық қызметке жауапты ерекше генге әсер етуі де ықтимал. Жүктілік кезінде алкогольді ішімдік ішкен әйелден эмбриофетопатия, зәр шығару, жүрек және буын жүйесі, аяқ қолында ақауы бар бала тууы мүмкін.
Бұндай балада буын дисплазиясы, саусақтарының болмауы, бетінде патологиялық өзгерістер жиі байқалады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, көз ұясы кішкентай, маңдайы тар, кеңсірігі кең балалардың туылуы ықтимал. Болашақта эмбриология эмбрион сатысында дамудың туа бітті ақауын түзету міндетін шешуге, мүшелерді сараланбаған ағза жасушаларынан өсіруге, эмбриондық діңгек жасушаларынан клондау негізінде ұлпалар банкін жасауға бағытталған. Бұл зерттеулер Қазақстанда да жүргізілуде. Бірақ болашақ ұрпақты никотин, алкоголь және есірткілік заттардың зиянды әсерінен қорғай алу әрбір адамның жеке жауапкершілігіне байланысты. Енді тақырыпқа байланысты мынадай тапсырма орындаймыз. Төменде берілген тұжырымдардың тұсына дұрыс немесе дұрыс емес таңбаларын қою керек. Жауаптары. Бірінші, жүктілік кезінде плацента арқылы алкоголь ыдырау өнімдері өтпейді. Дұрыс емес. Екінші, эмбрионның зақымдану дәрежесі жүктілік кезінде анасы қолданатын алкоголь сусындарының санына байланысты. Дұрыс тұжырым. Үшінші, балада алкогольдік синдром қабақтары төмен түскен, кішкентай көз, қылилық, төменгі жақ және тағы да басқа дамымаған кішкентай көз түрінде көрінеді. Дұрыс тұжырым. Келесі, эмбрион және ұрық темекі шегетін әйелдің құрсағында тұрақты түрде оттегіне аштық байқалады. Дұрыс тұжырым. Темекі шегетін әйелдер туған нәрестелерде алкоголь синдромы болуы мүмкін. Дұрыс емес тұжырым. Эмбрионның құрсақшылық дамуы тоқтауы оған есірткі құралдарының әсері салдарынан болады. Дұрыс тұжырым. Жүкті әйелдер үшін ең қауіпті есірткі гашиш. Дұрыс емес. Және, егерде әйел есірткіні қолданса, нәрестелерде аритмия, құсу, диарея, ентігу, тер бөлінуінің молаюы, сіңір тартылуы мен безгек болады. Дұрыс тұжырым. Үй тапсырмасы. 54-ші параграфты оқу, конспектлеу және шылым шегу, есірткі мен ішімдіктің адам ұрығының дамуына тигізетін әсері тақырыбына қызықты мәліметтер табу.